Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін ауа райы керемет болып тұр. Бүгін біз Ақтауда 32Б-да орналасқан Отбасы Арзан дүкеніне келіп тұрмын. Себебі сыртқы шықса көршілерден или бір жақындардан жиі естимін Арзан дүкені деп. Киім дүкендері бар екен, бұның ішінде енді барлығы бар шығар деп ойлаймын. Қазір толық білу үшін ішіне кіреміз, көрсетемін бағаларын, ішінде не бар деген сияқты. Арзан дүкенге бәрі қоймай көрейік деп. Сіздер үшін видео түсіріп жатырмын. Кеттік жүршін тұтқан. Аяғыңызды сүртуіңіз керек қой? Кеттік. Қазір ішін көрейік. Не бар екен ішін қарайық? Ішіне не бар екен қарайық. Ал достар, осылай кірдік. Дүкен ішін бәрін аралап қарадым. Бірден көзбен шолып шықтым. Ішінде барлық заттар бар екен. Үйге керекті, балдарға керекті, ойыншықтар, даже көрпеше қапқа дейін бар екен. Киім, аяқ киім енді бұның ішінде жетеді. Барлық размерде бар екен. Мен бірден бірінші аяқ киім бөліміне кіріп кеттім. Бұл жерде жылдың 4 мезгіліне арналған барлық аяқ киімдер бар екен. Сосын бағасын сразу қарадым. Бұл жерде енді білмеймін, ондай қатты арзан ештеңе көрген жоқпын. Себебі бағалар кәдімгі ТРК, YPP, Катондікіндей бірдей болып тұр бағалары. Бұл жерде маркетинг, просто дүкеннің аты арзан сияқты қалған уақытта. Қалған заттардың бәрі ішінде ондай қатты арзан емес. Сосын инстаграм парақшаға өттім да, парақшасын іздедім. Парақшасы өте жақсы жүрген, сіздерде қарасаңыздар болады. Жақсы дамыған парақшасы, бірақ парақшасында күшті бір скидкалар жасап жатыр екен. Жеңілдік бағалары 40%, 30% сияқты. Ал достар, міне дәл осылай барлығын қарап шықтым, бағаларын көрдім. Бұл жерде барлығы бар. Барлығы. Қазір мен ары қарай сіздерге видеоны музыкамен қарауды ұсынамын. Музыка тыңдап отырып, барлық видеоны қарап шықсаңыздар болады. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want,